Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен сыныптың тыныштығының деңгейінің қандай дәрежеде екенін оқушыларға көрсетуге арналған бір қызық бағдарлама бар. Сол бағдарламамен таныстырамын. Осы неге іздеу жолағына Bonzi Bows деп жазасыздар. Міне осылай, сосын астына бірінші шыққан сайтты басамыз. Оны орыс тіліне ауыстырып аласыздар. Міне перевод арқылы. Енді осы ойынды бастап көрейік қазір бірге. Бұл жерде әртүрлі шариктер бар, эмодзи. Осыларды да пайдаланып істесеңіздер болады. Бұл жерде микрофон. Микрофонды қазір жабық тұр. Микрофонды ашқан кезде шариктер қимылдайтын болады. Чувствительность дегенді ортаға қоюға болады. Міне общий деген шариктердің смайликтердің деңгейі мына жерде уже көп болып кетті. Былай істесеңіздер өте көп, 131 дейді. Үлкен тақта болса, 91, қазір орташа 75-ке қояйын міне. Бұл шариктеріңіздің санын көрсетеді. Енді микрофонды қосып көрейік. Міне қазір тып-тыныш болды дағы, кейін қозғалыс бастала бастады. Мен сөйлеген кезде мені қозғалып кетті. Міне класста осылай балдар көрсетсеңдер, смайликтер міне. Мен сөйлеген сайын ол қатты қозғалып кетті. Міне топтарын, әр топтың тыныштығында осылай байқауға болады. Енді келесі астына осылай қоя берсеңіздер, мына жерде енді сандар шықты. Мен көп сөйлеген сайын қатты қозғалып жатыр, байқаласа. Мен қазір сөйлемей қалайын. Мен тыныштық сақталып қалды. Шамал сөйлеген өзінде белгілі болды. Міне өте қызық. Келесін көрейік бірге. Міне мен сөйлеп жатым, қандай қозғалыс. Енді сөйлемей тыныш тұрсақ қандай болады. Бәрі өзінің орнына қой. Шамал сөйлеген өзі міне деп қояды. Өте қызық екен, міне балдарды өзімізде қызық кетті мынаны көргенде. Келесін көздерді. Қандай әдемі. Мен сөйлегенде бір деді. Егер мынаны көбейтсеңіз, көбейтесің. Мынаны бір жұмыс істеуге болады. Тыныштық сақталып. Мен шамал сөйлеген өзінде уже сезіп қойып жатыр. Осылай, сосын микрофонды өшіре саласыздар. Міне микрофон өшір. Міне өте қызық бағдарлама. Ешнәрсеге тіркелудің қажеті жоқ. Сыныпта ашасызда бір мәрте енгізіп қойсаңыз, өзі сохранить етіп қалады. Сонымен оқушыларға өте қызық болып, бұны да бір пайдаланып, ресурс ретінде пайдаланып кетсеңіздер керемет болады.